Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын балмұздаққа арналған вафлидің жасалу жолын көрсетемін. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысқа ерітілген сары май, жұмыртқа, қант және ванилин қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң үстінен су немесе сүт қосып, тағы да араластырамыз. Ұнды аз-аздан қоса отырып, сұйық қамыр дайындаймыз. Қамырдың сұйықтығы осындай болып шығады. Вафлиді бірден дайындай берсеңіз болады, немесе 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қойып, содан соң дайындасаңыз, вафли қытырлақ болып шығады. Вафельницаны қыздырып алып, сізге керекті көлемге байланысты 1 немесе 2 қасық салып, қызарғанша пісіреміз. Видеода көрсетілгендей конустың көмегімен рожок жасаймыз. Бірақ абай болыңыздар, вафли өте ыстық болып тұрады, сондықтан осылай пышақтың көмегімен бірінші басып ұстап тұрамыз, содан соң айналдырамыз. Вафлидің астыңғы жағы осылай жабық болып шыққаны дұрыс. Қамырдың құрамы видеоның астыңғы жағында описанияда нақты жазылған. Сол көлемнен шамамен 8-10 вафли шығу керек. Балмұздақты салуға вафлидің тағы бір түрін көрсетіп кетейін. Ол үшін вафлиді кесе немесе шұңғыл тәрелкеге салып, осындай форма шығарамыз. Ішіне балмұздақ салып, жеміс-жидектермен әсемдеп жесеңіз болады. Одан соң шоколадты микроволновкада 10-15 секунд сайын араластыра отырып ерітіп аламыз. Вафлидің ішіне құйып, қабырғаларына жағып шығамыз. Сыртқы жақтарында шоколадқа батырып, оның үстінен ұсақталған жаңғақтарды себеміз. Шоколад қатқанға дейін 5-10 минут тоңазытқышқа салып қоямыз. Осымен рожогымыз дайын болды. Ішіне балмұздақты салып, өзіңізді, туысқандарыңызды немесе балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.